Сәлем достар, бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын аштықсыз шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен таза ыдысымызға 2 кесе ұнымызды қойып аламыз. Ұндарымыздың үстіне жарты шай қасық тұзымызды қосамыз. 1 ас қасық шекерімізді саламыз. Және де қасықтың ұшымен ас содасын саламыз. 1 жұмыртқаны жарып қосамыз. Жақсылап массамызды араластырып аламыз. Осы кезде жылы піскен сүтімізді 1 кесе және де 1 кесеге жетер-жетпес жылы суымызды құямыз. Менде құйғаным видеоға көрінбей түспей қалған екен. Жақсылап қамырымыздың басын біріктіріп илейміз. Осылай илеген қамырымызды 10-15 минут тынықтырып қоямыз. Тыныққан қамырымызды тағы да бір илеп жіберіп, оны бөліктерге бөлеміз. Осы мөлшерден 7-8 дана шелпек шығады. Жақсылап бөліп, оларды дөңгелектеп, икемге келтіріп, үстін сүлгімен жауып, шетінен алып, дөңгелектеп жая бастаймыз. Бір жақсысы, бұл қамырларға ешқандай ұн қосып жаюды қажет етпейді. Осылай жақсылап жайып шыққаннан кейін қайтадан қағаз орамалдарымыздың үстіне жайғастырып, майымызды қыздырамыз. Майда тоң май мен сұйық майды араластырып, жақсылап қыздырып алғаннан кейін шелпектерімізді 15-10 секундтай 2-7 қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міне осылай жақсылап көтеріліп, қызарып піседі. Біздің шелпектеріміз дайын, өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Бастысы уақытыңызды үнемдейсіз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес арнама тіркеліп, өзге де рецепттерімізді көріп қолдай кетіңіз.